Заң бойынша тұрғын үйге қол сұғуға болмайды. Жай ғана тұрғын үйді алып қоюға болмайды. Оған негіз ретінде заңды соттың шешімі болу қажет деп біздің конституциямызда жазылып қойған. Алайда бұл заңда жазылып қойғанмен сіз ол заңдарды қолдана алмайтын болсаңыз, оның сізге түкке пайдасы жоқ. Атап айтқанда, сіз банкке бар бүкіл проблемаңызды айтып, немесе жеке сот орындаушыға бар бүкіл жағдайды түсіндіріп, ауызша айтудың қажеті жоқ. Өйткені ауызша айтылған ол жай ғана ақпарат болып саналады. Сондықтан да сіз сотта өзіңіздің құқықтарыңызды қорғай алу үшін дәлел ретінде тек қана сіздің заң нормаларына сәйкес жазылған жазбаша түрде арыздарыңыз дәлел ретінде алынады. Және де ол сотта сізге өте көп септігін тигізеді.